Қайырлы кеш, қазақ елі. Қайырлы кеш, ұлттық бірыңғай тесті 2023 жыл тапсыратын түлектер. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Ертең ұлттық бірыңғай тест басталады. Нақтырақ айтқанда, біздің тілімізбен айтқанда, грантқа жарамды 2 рет мүмкіндіктің бірінші мүмкіндігі сіздер үшін ертең басталады. Дайынсыздар ма? Дайындалдыңыздар ма? Өздеріңіз білесіздер, Республикалық Қазбілім орталығы мен ұлттық тестілеу орталығы биыл 3-ші жыл әр күні 20:00-де тікелей эфирде ұлттық бірыңғай тестке дайындық жүргізіп келе жатыр. Биыл 3-ші жыл. Мүмкін осы жерде тыңдап отырғандардың ішінде біздің сабақтарды әр күні көріп, талдап, бізбен бірге нұсқа талдап жүрген оқушылар бар шығар деп ойлаймын. Бар болсаңдар, қолдарыңды көтеріп қойыңдар. Бүгін біз ұлттық бірыңғай тестте қалай қобалжымауға болады, қалай білген нәрсені ұмытып қалмауға болады, қалай ұлттық бірыңғай тестті сәтті тапсыруға болады деген сияқты мағынада бар білгенімізбен бөлісеміз. Бар білгеніміз демекші, біз Республикалық Қазбілім орталығы 2016 жылдан бері ұлттық бірыңғай тестке дайындап келе жатырмыз. Биыл 8-ші жыл түлек шығарамыз бұйырса. Ал мен алдарыңызда тұрған Қазбілім жобаларының негізін қалаушы Аятжан Ахметжанұлы. Мен 2006 жылы тест тапсырғамын. 2010 жылдан бастап ұлттық бірыңғай тестке дайындап келе жатырмын. Биыл 14-ші жыл. 14 жыл барыста апелляциялық комиссияның мүшесі де болдық, басқа да болдық. Ұлттық бірыңғай тесттің қазақша айтқанда жілігін шағып майын іштік. Сол барыстағы тестте қандай тапсырған кезде жақсы нәтижеге жетуге болатындығы туралы кеңесімізбен бөлісейік деп шештік. Айтпақшы, біздің авторлық тренингіміз жылына 6-7 бөлімнен тұрады. Мамандық таңдау және болашақ, ұлттық бірыңғай тестте жақсы нәтижеге жетудің 7 жолы, тестпен жұмыс істеудің маңызды тәсілдері сияқты жыл бойы тренингімізді өткіздік, көрген шығарсыздар. Сіздерге ертең ұбт-ға кірмейтін болсаңыздар, әрі 2-3 күн болатын болса, бастамай тұрып, сіздерге мынандай кеңес беремін. Мынау біздің Қазбілім деген YouTube канал. Бұда өздеріңіз көріп тұрғандай 621 видео бар. Бұның 600-і ұлттық бірыңғай тестке арналған сабақ. 600 сабақ. 10 пән екенін ескерсек, әр пәннен 50-ден астам сабақ бар. Ол сабақтардың ішінде дәл осы сияқты міне Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, қазақ әдебиеті, қазақ тілі, ағылшын тілі, құқық негіздері сияқты барлық пәннен сабақ бар. Мына жерге кірсеңіздер, әр сабақ жинақталып тұр. Информатика, тағы басқа. Сонымен бірге тренингтер де бар бұл жерде. Бағанағы тренингтерді де мына жерден көре аласыздар. Құрметті оқушылар. Бұл тренинг сіздерге көп пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Сондай-ақ, егер сіз ата-ана болсаңыз, немесе басқа да кеңес керек болатын болса, мына жерде болашақпен қалай оқуға түсуге болады деген сияқты, Назарбаев мектебіне қалай түсуге болатын сияқты деген сияқты әртүрлі тақырыпта дүниелер бар. Оны да көруге болады. Сонымен бірге сіздерге тағы бір дүниені айта кетейін. Егер сіз қазір көптеріңіз мамандық таңдауға, ойбай мен 100 балға жете ма, 50 балға жете ма, қай мамандыққа қанша балмен грантқа түсуге болады дегенде қорқыныштарыңыз болса, ол дүниеде мына жерде бар. Бізде мамандық таңдау туралы да тренинг және әр мамандыққа нешемен түсуге болады, қалай грантты жеңіп алуға болады деген сияқты тақырыпта да дүние тұр. Оны да көре аласыздар. Жақсы, менікі сіздер жиналып алсын, экранның алдына отырып алсын деп сіздерге кеңес айту. Тренингімізді енді бастаймыз. Біздің бүгінгі тренингіміз арнайы сіздер үшін қорытынды тренинг.
техникалық ақау мынау неғып шықпайды. Бүгінгі тренинг ұлттық бірыңғай тест тапсырудың ұтымды әдістері. ұбт-да неге мән беру керек, қайдан бастау керек, қазір мен сіздерге жіліктеп беретін боламын. Дайынсыздар ма? Онда кеттік. ұбт тапсырған кезде неге мән беру керек? Ең бірінші, ұбт тапсырған кезде, бісміллә, бүгін өзі техникалық ақау қаттырақ болып жатыр. Жақсы. Бірінші, ұбт тапсырған кезде қай пәннен бастау керек деген сұрақтан бастайыншы. Өйткені оқушыларда мынандай түсінік бар. Так, бір пәннен қорқып кіреді. Сіздер өздеріңіз білесіздер, 5 пәннен тапсырасыздар ғой. Көбінде оқушылар бір пәннен 2 пәннен қорқады. Мен осы биологиядан нашармын, немесе осы мен математикадан қиналам деген сияқты қорқыныш болады да, бірінші сол пәннен бастайды. Өзі қиын пән деген пәннен бастайды да, мысалы, математика қиын деп кіріп, математиканың 35 сұрағына тапжылмай отырады. Осы математикадан құлақ кетпейін, математикадан төмен балл жинақ қалмайын деген қорқынышымен математикаға барын салады да, 35 сұрақты батпандай 2 сағат жазады. ұбт қанша сағат? Өздеріңіз білесіздер, 4 сағат. Енді қалған 2 сағатқа сенде әлі 4 пән тұр. Сені қорқыныш билей бастайды. Сондықтан бұлай істеуге болмайды. Екіншіден, сіз мына өзіңіз қиналатын пәнді 2 сағат орындайтын болсаңыз, шаршап қаласыз. Ол кезде саған оңай деп қарайтын пәннің өзі қиын пәнге айналып кетеді. Өйткені сенің миың шаршады. Сен шаршай бастадың. Сондықтан оңай пәндердің өзі, математикалық сауаттылықтың өзі, Қазақстан тарихының өзі шаршай бастайсыз. Сондықтан мен сіздерге беретін бірінші кеңесім, жалпы ұлттық бірыңғай тесттің сұрағын бұлай 3-ке бөлуге болады. Оңай сұрақ. Оңай сұрақ. Оңай сұрақ. Бұл оңай сұрақтың шамасы 60 сұрақ шамасында болады. 60 сұрақ шамасында болады. 60 сұрақ, яғни оңай сұрақ деген не? Әдетте 1 минуттан артық жұмсамайтын сұрақтар. Сұрақты оқисың, жауабын білесің не білмейсің. Екі-ақ дүние. Оған ойланып отырмайсың. Мысалы, қазақ хандығы қай жылы құрылған? Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа туды қай уақытта тікті деген сияқты Қазақстан тарихының сұрағы, немесе төмендегі жауаптардың ішінен сілтіні көрсетіңіз деген химияның сұрақтары сияқты, немесе көп қой. Яғни 1 минуттан артық ойланбайтын сұрақты біз оңай сұрақ деп қарастырамыз. Оның жауабы не бар, не жоқ. Оңай сұрақ. Екіншісі орташа сұрақ. Орташа сұрақ. Бұл 40 сұрақ шамасында болады. Бұған 2 минут шамасында жұмсайтын. Әр сұраққа. Мынау 1 минут шамасында жұмсайтын сұрақ, мынау 2 минут шамасында. Сосын қиын сұрақ деген болады. Қиын сұрақ, қанша сұрақ қалды? 20 сұрақ шамасында болады. Бұл 5 минут жұмсайтын, яғни миыңды қозғап, қағазыңды алып, компьютеріңді алып, шимайлап отырып істейтін қиын сұрақ. Енді мен сіздерге кеңес беремін. Бірінші тұрған Қазақстан тарихы ма? Бастада ең бірінші өзің білетін сұрақты соңына дейін істеп шық. Яғни оңай деп қарайтын сұрақтарыңды до конца соңына шығар. Қиын сұраққа ойланбай қой, орташа сұраққа ойланбай қой. Бірінші миың тұнық кезінде ең оңай сұрақтарды тарс. Енді сіздер 11 жыл дайындалдыңыздар ғой. Алаңдамаңыздар, сіздер 11 жыл оқыдыңыздар мектепте, соңғы 1 жыл немесе 2 жыл жақсылап дайындалдыңыздар, онда сіздерде міндетті түрде жетістік болады. Сондықтан алаңдамаңыздар. Алаңдамай, оңай сұрақтан түсіп, тарсылдатып, соңына дейін бірақ шығыңыз. Бір пәнмен отырып қалмаңыз, қиын сұраққа отырып қалмаңыз. Мынау қиын сұрақ екен, сәл тұрып келемін деді, жауап кете бер. Оңай сұрақтар тарсылдатып істеп шығасың. 60 сұрақты істеп шығып. Енді біреуің дайындығыңа байланысты. Біреуіңе
70 сұрақ оңай болуы мүмкін, біреуіңе 40 сұрақ оңай болуы мүмкін деген сияқты. Бірінші кезекте 1 минуттан артық ойланбайтын, шамамен 60 сұрақ істеп шықсаң, шамамен бұны 65 балл дейік. 65 баллды тарсылдатып істеп шықтың. Екінші кезеңде кішкене ойланатын, салыстыратын, мынау мынандай еді, мынау мынандай еді деп ойланатын екінші деңгейдегі сұрақтарды істеңіз. Бұған 2 минут шамасында асықпай ойлануға болады. 2 минут шамасында ойлансаң, 40 сұраққа шамамен 80 минут жұмсайсың. 80 минут жұмсайсың, 40 сұрақты істеп шығасың. Бұдан шамамен 45 балл дейік. 45 балл сұрақ істеп шықтың. Сенің міне 140 минут уақытың бітті, яғни 2 сағаттан сәл артық уақытың бітті. Сен қанша сұрақ істеп біттің? 100 сұрақ істеп біттің. Сенде сенім қалыптасады, қорқынышың жойылады. Бағанағындай уақыт аз қалып жетпей қалар ма екен деген сияқты қорқыныш болмайды да. Мен 100 сұрақ бітті, менде шамасы 20 сұрақ қана қалды деген бір адамда сенім пайда болады. Сенім не? Сенім ол мидың жақсы жұмыс істеуіне үлкен көмек. Сондықтан оқушылар, бұл әдісті міндетті түрде қолданыңыз. Одан кейін барып, мына қиын сұраққа көшіңіз. Бұл қиын сұрақты 5 минуттан уақыт жұмсап, асықпай істеп, 30 балл дейік, 5 минуттан 100 минут жұмсасаң, міне 240 минут уақыт бітті, 140 балл бітті деген сөз. Яғни сіз 4-ші кезеңге барған кезде 3 рет көріп шықтыңыз. Басынан бір шығып, оңай сұрақтарды істеп шықтыңыз. 2-ші рет көріп шыққанда орташа сұрақтарды істеп шықтыңыз. 3-ші рет көрген кезде қиналып істеп шықтыңыз. Сізде 3 рет шыққан кезде ары кетсе бір 5-6 сұрақ қалады. 5-6 сұрақты наугатпен істеуге, басқа істеуге енді мүмкіндігіңе қарай көресің, оны қалай істеген кезде дұрыс шығатынына қазір тағы да кеңес беретін боламын. Міне, сіздерге үлкен бір ескеретін нәрсе. Ең бірінші оңай дүниеден баста. Қарапайымнан күрделігі, оңайдан қиынға деген шартпен міндетті түрде. Өйткені миыңның тұнық кезінде сен қиын дүниеге шаршама, оңай дүниені істеп таста. Әйтпесе миың шаршаған кезде оңай сұрақтың өзі қиын сұраққа айналып кетеді. Бұл сендерге беретін бірінші кеңесім. Ұмытпаңыздар. Кеңесім мынау жаста. Лайк басып қойыңыздар, каналға жазылып қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Онда мен келесі ақылымды айтамын. Екінші беретін кеңесім, бағанақ сұрақты істеп жатқан кезде мидың құлыптануы деген дүние болады. Адамда бір кейде бір оңай сұрақтан шатасу деген дүние болады. Мидың құлыптануы жалпы тест барысында өте көп кездесетін дүние. Сондықтан мидың құлыптануынан аулақ болыңыздар. Баяғыда мен ұлттық бірыңғай тест тапсырған кезде әлі есімнен кетпейді. Бір есеп, оңай есеп. Тастап кетейін десем, оңай. Тастамайын десем, 5 жауаптың бір жауабы да шықпайды. Бұл кезде бізде 5 жауапты нұсқа болатын, бір жауабы да шықпайды. Қалдырып кеткенге қарным ашады, қалдырмайын десем, жауабы шықпайды. Содан алыстым бір кемінде бір ана сұраққа бір 10 минут уақытым кетіп қалды. Оп-оңай сұрақ, математиканың оп-оңай есеп. Содан бір уақытта қарасам, ол кезде калькулятор жоқ қой, қолмен көбейтеміз. Көбейту, бір 2 орын санды ма, 3 орын санды ма көбейту, 6, 8, 36 деп көбейтіп отырыпты. Мен құлтан қапты. Ойым істемей қалған, мұнан дұрыс деп отыра бергем, көбейтіп. Жауап шықпайды, есептің шешім шықпайды. Мен құлтан. Бұл мидың құлыптануы әдетте көп кездеседі. Бір күлдіргі болсын, сіздерге айтып берейін. Баяғыда бір математик баспаға кітабымыз берді дейді. Баспадағылар кілең, оған дейін әдебиет өлең басып жүрген, бір жазушылардың кітабын басып жүрген, баспадағы редактордың ешқайсысы бір математиканың кітабын баспаған адамдар болған ғой. Сосын математик баспаға кітабын беріп, математиктің кітабын корректорлар көріп, редакторлар деген баспадағы көріп, баспаға жіберіп жүргеннен кейін бір күн математик звондап тұр дейді редакторға. Редактор мырза, менің кітабымды көрдіңіз ба деп.
Қалай екен, мен кітабымды көрдіңіз бе десе, редактор айтады дейді, көрдік, кітабыңыз тамаша екен, бір жатқан сегіздерді тұрғызып қойдым, әйтпесе басқасының бәрі дұрыс дейді. Жатқан сегізді тұрғызып тастадым деп айтады дейді да. Мидың құлыптануы, мынаны көрген кезде сегіз деп ойлай береді да. Тура сол сияқты адамның мидың құлыптануы болады. Баяғыда бір математикті дейді, түрмеге қамаған, анандай есіктің мына жағында код болған, сол код көрсете ғана телевизорда бір көрсетеді ғой, сол кодты көрсетіп келіп түрмеге қамағаннан кейін айтқан ғой, мына есікті 39 күнде ашып шығып кетсең, шығып кеттің, әйтпесе 40-шы күн атыласың деген ғой. Одан ана математик байқұс 39 күн мынаның кодын іздеген ғой. Кодын іздеп отыр дейді. Математик, енді әлемге әйгілі математик ғалым, бір кішкентай үш орыннан тұратын кодты таппай қиналып отырып 39-шы күн жынданып кеткен ғой. Есікті бір тепсе, есік ашық тұр дейді. Ол жерде ана математиктің ниетіне есікті ашу емес, мидың құлпы мынаның кодын табу болып кеткен да. Есікті екінші жолмен ашып көруді де ұмытып қалған. Тура сол сияқты сіз өте-мөте есептер істеген кезде кейде мидың құлыптануы болады. Бір шайқаспен бір шайқасты шатыстырасың. Сондықтан, егер мынандай мидың құлыптануы бұл сұрақты білмей не қылып жатсаң, келесі сұрақты істеп барып, қайтадан басқа алдыңғы сұраққа кел. Басқаша ойланып қара. Кейде мынандай дүние болады. Мынандай қолымда немнен болады ғой? Черновигіңді мынандай бір бетін ашып тастап, келесі бетін есте. Өйткені адам өз қатесін өзі байқамай қалады. Біз мынандай эссе жазып, бір жазып, тексеріп, өтір нүктесін бәрі дұрыс деп, былай емтиханда бере салсақ, мұғаліміміз қып-қызыл береді ғой. Мынандайды қалай байқамағам деп өзің таңғалып қаласың ғой. Өйткені адам өзінің істегенін дұрыс көреді. Миың сенің, мысалы сен сәлеметсіз бе дегенде қалып кетсе де сен сәлеметсіз бе деп оқи бересің. Өйткені сен өзің жазып тұрғаннан кейін оны сәлеметсіз бе деп оқисың. Тура сол сияқты есепті өзің істеп отырғаннан кейін оны қатесін көрмей қаласың. Сондықтан ол парақты басқа жаққа қойып, жаңа черновик алып істе. Немесе келесі сұраққа өтіп кетіп, қайтып келіп істеңіз. Миыңызды құлыптап алудан абай болыңыздар. Бұл сіздерге айтатын екінші кеңес. Айтпақшы тағы бір дүние. Оқушылардың ең немнесі болады. Ұлттық бірыңғай тестті ашып жүреді да, бір сұрақты көрген кезде сен өміріңде көрмеген сұрақ. Біттім дейді. Көрген бір сұрақ, біттім дейді. Болды. Мынау қиын екен. Жоқ. Берілмеңіз. Дереу берілмеңіз. Бір сұрақ жоғалса, сізде әлі 139 сұрақ бар. 139 балл бар. 119 сұрақ бар. Сондықтан ұлттық бірыңғай тестте үшінші айтатын кеңесім, ешқашан қиын сұрақтың тұсына келген кезде беріліп қоймаңыз. Сол үшін айтын баған. Бірінші көп білетін сұрақтарын істей басаң, адамда сенім қалыптасады. Мен мынаның біразын істеп тастадым ғой деген бір сенім қалыптасады да. Сондықтан қиын сұрақтың тұсында өзіңді мұңға жетелеме. Бұл қобалжымаудың бірден бір тәсілі. Қиын сұрақ па? Деді өтуші келесі сұраққа. Адам білетін сұрағына келген кезде мотивация алады. Мына сұрақты біледі екен деп мотивация алып отырады. Бұл кезде адам барған сайын шабыттанады. Сондықтан үшінші беретін кеңесім, қиын сұрақтың қасында көп айланбаңыз. Өте-мөте басқа 2 сағатта. Бірінші 2 сағатта қиын сұраққа көп тоқталмаңыз. Өйткені сіз біраз сұрақ істеп, ана жерде істелген сұрақтардың түсі басқаша болып тұрады ғой. Істеп, біраз өзіңді бір 100 балл, мен 100 баллдық сұрақ істеп болдым дегенше, адамда сенім қалыптаса бастаған кезде кейбір қиын сұрақтың өзі жеңілдей бастайды. Өйткені абай не деп айтады? Қиын іс жоқ ғаламда, ықылас қойған адамға дейді. Ықыласыңды қою үшін сен беріліп қойма деген дүниені айтқым келеді. Беріліп қойма үшін, қобалжымас үшін, жүрегіңді тартылдатпас үшін қиын сұрақтың қасына көп тоқталмай қойыңыз. Бұл беретін үшінші кеңес. Төртінші кеңесім.
Артық қиялдан аулақ болыңыз. Баяғыда болатын 2019 жылға дейін ғой деймін. 2019 жылға дейін баяғыда бір оқушының қалтасынан 13 телефон табылған жылдар болған. Мынандай ішборлар бар болатын. 2020 жылдардан бері ол тарихқа айналды. Ішбор, телефон. Баяғыда өздеріңіз білесіздер, біздің әзілкештің біреусі қызына жеке куәлік жасатып та өзгені кіргізген уақыт болған. Оның бәрі тарихқа айналды. Неге? Өйткені қазір бір компьютер, бір оқушы, 2 камера, камераңыздың видеосы жоғары жақта тексеріледі. Оның ар жағы сен өткен жылы қазан айында 130-ға жоқ баланың алып қойған грантын үкімет қайталды. Себебі видео тексерілді, балалар көшірген анықталды. Сонымен әкеле қой грантты дейді да, көшіріпсің деп дәлелдеп қайталып алды. Сондықтан бұндай ақымақтыққа бармаңыз, бұндай қиял сүрмеңіз. Қай жерге телефонды тықсам көрсетпей өтіп кетем деген қиялдан аулақ болыңыз. Неге? Сіз ол телефонмен ұсталмай қойыңыз, сіздік не қылмай қойсын. Мысалы, менің қалтамда мынандай телефон тұр, немесе ішбор тұр. Біздің көзіміз компьютерде отырған мен ойымыз мынандай болады да, қалтамдағы ішборды алып фотоға түсіріп жіберсем бе екен. Сенің ықыласың ана сұрақты тапсыру емес, қалтаңдағы ішборда болады. Сөйтіп қиялдап отырып уақытыңды жегізесің, сөйтіп қиялдап отырып ойыңды құртасың. Тіпті мынандай жағдайда болуы мүмкін. Сен телефонды көрсетпеймін деп алып кіріп бара жатқан кезде есіктен кіріп бара жатып ұсталып қалдың. Қайта қой, сау болыңыз деп шығарып салады. Мен ұмытып кетіппін, қалтамдағы телефонды тастаймын деп деген ақталған жүрмейді. Өйткені ұмытып кету, қасақана алып кіруді ешкімнің миын тексеріп, ол жердегі қызметкерлер анықтай алмайды. Мынау ұмытып кетті, мынау қасақана алып кіріпті деп ойлай алмайды. Сондықтан телефон алып кірдің, бәлеге қалдың. Сондықтан бұндай қиялдардан мен айтам, сасық дәмелерден аулақ болыңыздар. Қазақта әдемі сөз бар, ұрлықтың түбі қорлық дейді. Сіз бүгін бір сұрақты ұрлап көшіріп алуыңыз мүмкін, бірақ Құдай сақтасын, қыркүйекте грантыңыз жойылып жатса, обал ғой. Сондықтан академиялық адалдыққа абай болыңыз. Академиялық адалдыққа мықты болыңыз. Себеп неге? Қазір қазақта әдемі сөз бар ғой, ұшам деген қанатқа дүние кең. Сол айтпақтайын, қазір грант жеткілікті. Ой Құдай-ау, қазір биылғы жылдың өзінде 70-80 мың грант бөлінеді. Оның сыртында әкімдіктердің гранты бар, оның сыртында университеттің гранты бар. Солармен есептеген кезде бір 90 мыңға жоқ грант бөлінеді жылда. Оның сыртында колледждардың гранты бар 100 мыңнан астам. Сонымен есептеген кезде грант жеткілікті. Сіз проходной бал алып, жақсы деңгейде әр пәннен 5 бал алсаңыз грант жеткілікті. Сондықтан немнеде алаңдайсыз, немнеге жұртты алдағыңыз келеді. Армандаған мамандығыма грантқа түспей қалам деген қорқынышың бар ма? Онда менің мамандық таңдау және болашақ деген тренингімді көре салыңыз осының алдында. Грантқа түсу туралы да ол жерде жақсылап талдаған болатынбыз. Сондықтан сасық қиялдан аулақ болыңыз. Бұл менің беретін 4-ші кеңесім. Неге биыл туралы эфирлер жоқ дейді? Биыл туралы эфир бар, биылға арналған сабақтар бар. Қазір жақсы. ОБТ 2024 туралы да сұрақ болып жатыр. Қазір бірге талқылайтын боламыз. Ондай болатын болса, мен осы 25 көрерменімді, тікелей эфирде отырған 25 көрерменімді қанағат тұтып, ары қарай бастайын, ары қарай жиналып қалатын шығар. Ал енді, құрметті түлектер, егер сұрақтарыңыз болса, шатқа жаза беріңіздер. Енді менің айтатын 4-ші кеңесім, өздеріңіз көріп отырғандай, наугат деген дүние. Наугат белгілеген кезде қайту керек. Білеміз, бізде 4 жауап бар. 4 жауаптың әрқайсының дұрыс болу мүмкіндігі 25%. 25%. Енді осы 25% мүмкіндіктің наугат белгілеген кезде де кез келген біреуін жаза салмай 4 жауапқа сараптама жасауға болады. Кез келген, мысалы, Ұлы Отан соғысы қай жылы аяқталды деген сұрақ болатын болса, 1941,
38, 1945, 1965 деген сияқты әртүрлі жауаптар болуы мүмкін, иә? Енді осы сұраққа келген кезде біз чатассақ 41 мен 45-тен чатасауымыз мүмкін деген сияқты. Келген чатасатын жоқ. Ал міндетті түрде білетін жауабыңды, қате жауабыңды сызып тастап, қалған жауаптың ішінен ғана наугат талда. Яғни наугаттың өзінде мына екі жауаптың біреуін талдасаң қанша пайыз деген сөз, 50% сенің дұрыс болу мүмкіндігің деген сөз. Егер үш жауаптың біреуін таңдасаң, сенде 30% мүмкіндік бар деген сөз. Сондықтан бірнеше жауабы бар сұрақталған кезде, бір жауабы бар сұрақталған кезде міндетті түрде өте 100% қате деп көзің жұмған жауапты сызып тастап, содан кейін барып ішінен наугатпен талда. Өйткені бұл өте бір маңызды дүние. Құрметті түлектер. Сондықтан сіздердің баршаларыңызға кеңес берем. Естеріңізде болсын, наугатта да адам белгілі бір деңгейде мүмкіндікті арттыруға қолында. Содан кейін мәтіндік сұрақтар талдаған кезде мәтінге қайта-қайта көз жүгірт, қайта-қайта оқып, наугат істесең де мәтіндегі дүниеге, маңызды дүниеге көңіл бөл. Сонымен бірге тағы бір дүние болады да, біз сұрақтың басын істеп, оқушыларда тағы бір қателік, 5-ші дүние, сұрақтың басын істеп, соңын оқымай жауап талдай салуға болмайды, құрметті. Мысалы, өткен жылы бір қызық жағдай болды. Бір оқиғаны бастап келе жатып, мәтінде былай беріледі. Ол шілде айында жайлауға көшкен еді дейді. Ал сұрақтарды берген кезде ол жайлауға қай жылы, қай уақытта көшті дейді да, сұрақта 4 жауап тұр. Қыс, көктем, күз, жаз. Енді ана оқушы жынданып тұр да, шілде деген жоқ қой, мәтінде шілде деп тұр ғой деп. Ол кезде логикаңды қосуың керек. Шілде қай мезгілге жатады, жаз мезгіл. Онда жаз деген. Сондықтан кей кезде бағанағы мидың құлыптанбауы бұндай кезде де өте маңызды. Шілде деп жауаптың ішінен, шілде дегенде мәтіннің ішіндегі шілдені жауаптың ішінен іздеп кетпеңіздер. Сондықтан мен сіздерге кеңес беремін. Жауапты, сұрақты толық оқып алғаннан кейін ойланып барып талдау жасаңыз. Бұл беретін 5-ші кеңес. Яғни не болды? Жауапты ойланып, сәл логикалық түрде жүктеп, кейде мынандай болады. Жататыны, жатпайтыны деген сұрақ болады. Мысалы, қышқылдық ортаға жататыны, немесе қышқылдық ортаға жатпайтыны деген сияқты. Сол кезде жататыны деп автомат түрде, немесе сәйкесетіні деген, сәйкеспейтіні деген дүниемен чатыстырып алады да, а жауапты көре салып, ұра салады. Сондықтан, құрметті оқушылар, сұрақты толық оқып барып, содан кейін барып жауап беріңіз. Жауап беруге асықпаңыз. Мен ұлттық бірыңғай тестте нақты бір нәрсені айтамын. Егер сенің, абай айтады ғой, ісім өнсін десең ретін тап деп. Егер ретін, бағанағы менің бірінші айтқан кеңесімдегідей асықпай істесеңіздер, онда уақыт емен еркін жетеді. Уақыт жетпей қалуы мүмкін емес. Бұл кеңесімді сіздерге айтқым келеді. Енді келесі. Құрметті оқушылар. Дәл қазір ұлттық бірыңғай тест басталғаннан кейін өте көп өсектер тарайды. Ойбай, Шымкентте біреу айтып қапты, ойбай, Таразда бүйтіп қапты, ойбай, Қостанайда бүйтіп қапты деген сияқты өсек тарайды. Сондықтан, егер сіз ар күні ұлттық бірыңғай тест тапсыратын болсаңыз, мынаумен кемінде 2 күн бұрын қоштасыңыз. Жаңалық қарамаңыз, миыңызды сергітіңіз. Яғни ертең ұбыта, бүгін мен не істеймін деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Егер сіз 16 мамыр күні ұбыта тапсыратын болсаңыз, бүгін 14 мамыр. Онда телефонды 2 күнгі папаңызға, әкеңізге немесе анаңызға сыйлаңыз. Мына телефонды саған 2 күнге бердім мә. Алыңыз, сыйлаңыз да миыңызды тынықтырып, душқа түсіп, жақсылап ұйықтап, қарасаң, бір күнде бір 2 сағат, 3 сағат кітапқа қарап, дайындалып алып, сабаққа ұбытыға кіріңіз. Ұбытыға кіріп бара жатып, таңертең ұбытыға кетіп бара жатып, таксиде кетіп бара жатып, телефонды шұқылап шаршамаңыз.
Себебі сіздің телефонда таңертең ұбт-ға кетіп бара жатырсыз. Беті қолыңыз жуып, бисмилля деп үйден шығып, ұбт-ға кетіп бара жатқан кезіңізде WhatsApp чат деген бар ғой қазір. 11-ші А сыныптың чаты, 11-ші Б сыныптың чаты деген сияқты. Чатқа біреу әкеледі да, Қостанайда бір бала ұбт кезінде талып қапты деген сияқты бір жағымсыз негатив ақпаратты салады. Жүрегің зырқ ете түседі. Мә, мен қайтем деген. Қорқыныш билейді. Сондықтан ұмытыңыз. ұбт-ға баратын күні телефонды мүлдем ұстамаңыз. Не қыласыз телефон? Өйткені спор деген жоқ. Құрметті түлектер, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Слипқа сенуге бола ма дейді. Қазір мен слип туралы өте жақсы деңгейде тоқталатын болам. Сондықтан менің беретін кеңесім, ұбт-ға 2 күн қалған кезде телефонмен мүлдем қоштасыңыз. Жалпы ақпаратпен қоштасыңыз. Біздің ақпарат жүйкемізді тоздырады, біздің қорқынышымызды арттырады. Сондықтан біз ақпараттан аулағырақ болуымыз керек. Ақпараттан аулағырақ болуымыз керек. Телефонмен қоштасыңыз. Бұл менің беретін келесі кеңес. Келесі кеңес өздеріңіз қойып отырған слип туралы. Құрметті түлектер, ұлттық тестілік орталығының базасында міндетті пәндерден де, таңдау пәндерден де 8.000-12.000 айналасында сұрақ бар. Әр күнгі сұрақтың келесі күнге қайталану мүмкіндігі өте грант ұбт-сында әдетте 1-2%-дан артық болмайды. Ал ондай болатын болса, слип жаттаймыз деп сылқиық қалмашы. Слипқа сену ол ақымақтықтың да бір жолы. Осы биыл қаңтарда слипқа сеніп, қаңтар ұбт-сында слиптан жоғары алғандар болды да, дайындығын босатып жүрді. Слип жаттап түс, ала салуға болады екен деп. Наурыздағы ұбт-да не болды? Жұрттың бәрі бытырлап құлады. Неге? Слипқа сенемін деп дайындығын жоғалтып алды. Ал слип қуып жүрген кезде сен қаншама уақытыңды, қаншама энергияңды құртасың. Слиптің келу мүмкіндігі 1%-ға да жетпейді. Ал мүмкіндігі 1%-дан төменгі сұрақты жаттап, өте ертең ұбт-ға кіргелі тұрып, сұрақ жаттап, миыңызды шаршатпаңыз. Абай айтады ғой, өзіңе сен өзіңді алып шығар, қайратың мен еңбегің екі жақтап. Сенің 1 жылғы дайындығың, 11 жылғы білімің алып шығады. Одан да сен өзіңді рухани жақтан дайындап, жақсылап кір. Сондықтан слипқа сенбеңіз. Сосын тағы бір нәрсе айтатыным. Бізде жүйкемізді құртатын тағы бір дүние бар. Ол баяғыда мен бір жолдас балам жазып қойыпты. Менің ағамның баласы биыл ұлттық бірыңғай тест тапсыратын еді. ұбт-ға қалай дайындалғанын білмеймін, бірақ валиске өлтіріп дайындалды деп. Сол айтпақтайын. Сіздер бірінші істеріңізбен қосалқы істеріңізді шатастырып алмаңыздар. Валисте, мектеп бітіру кешіде, бәрде ол бір мезеттік, бір уақыттық дүние, ал ұлттық бірыңғай тест сенің 4 жыл білім алуыңа, өмірлік сәтті жұмыс табуыңа, табысқа жетуіңе бастайтын жол. Ал мектеп бітіру кеші біреуді табысқа кенелтіпті деген дүниені мен естігем жоқ. Ары келсе сен мектеп бітіру кеш арқылы ресторанды табысқа кенелтесің. Сондықтан керек дүниемен керек емес дүниеңді шатастырма, уақытыңды, энергияңды болмайтын дүниеге құртпа. Ұлттық бірыңғай тестті тапсырып ал, 5 шілдеге дейін, содан кейін 5 шілдеден кейін не істесең де істеп үлгіресің. Содан кейін мынандай дүниелер бар. Мен қаншалады екен, биыл медицина неше болады екен, биыл құрметті оқушылар. Мамандыққа сен қазір таңдау пәнін таңдап алдың ғой, тіркеліп алдың ғой, мамандыққа бас қатырмаңыз. Неге мамандыққа бас қатырмаңыз? Себебі ұбт ең кеш болған кезде 5 шілде аяқталады. Ал мамандық таңдаудың құжаты 13 шілденің маңайында тапсырады. Басталады. Кейде 15 шілде, 18 шілдеге дейін басталады. 25 шілдеге дейін жалғасады.
Яғни сен 5 шілде ұбт тапсырсаң да, сенде 20 күнге жуық ойланатын уақыт бар. Сен 20 күнде қолыңда мысалы 95 деген сертификат бар ма? 95 пен қандай мамандыққа түсуге болатынын мына 20 күнде желегін шағып, майын ішіп, зерттеп алуға болады. Әйтпесе сол кезде егер Қазбілімнің түлегі болсаң, егер немене болсаң, Инстаграмға, немесе менің телеграмма, немесе Қазбілім телеграмына жазыңыз. Менің таңдау пәнім биология, география, мен 108 балл алдым. Осы 108 баллмен қайда түсе аламын десеңіздер, біз кеңесімізді береміз, қажетті ақпараттармен міндетті түрде бөлісеміз, былтырғы балдарды бәрін саралап беретін боламыз. Сондықтан қазір оған дүниеге бас қатырма. Яғни қазір сенің жалғыз дүниең бар, ол ұлттық бірыңғай тестті сәтті тапсырып шығу. Басқа екінші, үшінші жағдайдағы дүниелерге бас қатырмауларыңа кеңес беремін. Неге бұны айтып отырмын? Бұл біріншісі мен 10-шісін шатыстырғандар ешқашан табысқа жетпейді дейтін философиялық заңдылық бар. Баяғыда дейді, осы жерде тағы бір әңгіме айтып беріп кетейін. Қазір Украинада соғыс болып жатыр, білесіңдер. Олар ұлттық бірыңғай тест тапсыру түгілі басымен қайғы болып жатыр, ол елдің түлектері. Сондай бір елде соғыс болып жатыпты дейді. Сондай бір елде соғыс болып жатқанда, мынандай бір жігіт керемет мүсінші екен, мүсін жасапты. Мүсін жасап, қанға апарып сыйлапты. Мүсін керемет екен, қан қарап тұрып, мына мүсін не деген әдемі деп, ана мүсіншіге ат басында алтын беріп сыйлапты. Алтын беріп сыйлап алғаннан кейін хан уәзіріне қарап, мынаның басын алыңдар депті. Уәзір шошып кетті. Хан ием, оған қазір ғана мүсін жасаған үшін ат басында алтын беріп сыйладыңыз ғой, сіз ондай мүсін үшін қалай өлімге қиып жатырсың десе, айтады дейді хан, уәзір, бұның ең бірінші жұмысы отан қорғау. Егер отан аман болғанда ғана мүсіні құнды, өнері құнды. Егер отан аман болмаса, бұның мүсінде жаудың қолында кетеді. Мен де сен де жаудың қолында кетеміз. Сондықтан бұл бірінші ісі мен 10-шісін шатыстырғандар мемлекет үшін қауіпті дейді. Сол сияқты өзіңе де, сіз үшін де біріншісіңізбен 10-шісіңізді, яғни ұлттық бірыңғай тестіңізбен вечерний көйлегіңізді бітіру кешінің лимузинін, ресторанын талқылап жүрсеңіз, сіздің миыңыздағы жыл бойы дайындалған дайындығыңыз быт-шыт шығады. Сондықтан біріншісіңізбен 10-шісіңізді шатыстырмауға кеңес беремін. Кеттік па? Сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыздаршы. Енді мен сіздердің келесіде сұрақтарыңызды талдайтын болайық. Сұрақ қоя беріңіздер. Бір шолып шығайын. 64 адам отыр екен. Бір апта қалғанда не істеуге болады? Толық кітап оқып қайталаған жұмба дейді. Бір апта қалған кезде бірінші мынаумен қоштас, тек қана тест істе. Ал енді тест істеген кезде мен сіздерге айта кетейінші. Тест істеген кезде өте бір маңызды тренинг бар мына жерде. Тест істеген кезде неге мән беруге керек деген кезде мына жерде бір керемет тренинг бар. Мен сіздерге сол тренингті көріп, сол тренингтегі айтқанымды жасауға кеңес берем. Менің тренингім қайда кетті? Мына жерде так. Өй. Мына жерде бір тренинг бар, мен қазір сіздерге көрсететін болам. Сол тренингті міндетті түрде көріп шығыңыз. Тест талдаудың, тестпен жұмыс істеудің тиімді жолдар деген тренинг бар. Мына жерде интернет сәл нашарлау болып жатыр. Тест талдаудың тиімді жолдар деген тренинг бар. Міндетті түрде көріп шығыңыз. Сол тест талдағандай тестпен жұмыс істесеңіз жақсы болады.
Келесі. Ағай, химия мүлде түсінбеймін. Дайындық енді бастадым. Бір айда химияны 10-нан 35-ке дейін балымды көтере аламын ба? Алуға болады деп ойлаймын. Міне, тест арқылы ұбт балын көтерудің жолдары деген тренинг тұр. Тест арқылы ұбт балын жолдарын көтеру деген тренинг тұр. Осы дүниені көріңіздер. Көрдіңіздер ме? 5400 түлек сіздің алдыңызда көріп алыпты. Сол тренинг көріңіздер. Енді химия керек. Химияны қалай көтеруге болады деген дүние, енді ұзақ әңгіме, ол да мына жерде бар. Химияға қалай дайындалған дұрыс, химиядан ұбт-ға қалай дайындалған дұрыс деген тренингті көріп шығуға кеңес беремін. Сол жерде химияның балын тез көтерудің жолдарын айтқан болатынмын. 2024 ұбт-да өзгерістер енеді деген сыбыс бар, сол рас па? Сіздің титтейдей болса хабарыңыз бар ғой дейді. Біз ұлттық тестілеу орталығының алдыңғы аптағана жиналыстан болдық. 2024 жылы біраз өзгерістер жоспарланып жатыр, бірақ әлі нақты емес. Бірақ мына нәрсені ұмытпаңыздаршы. ұбт өзгеріп кетеді деп қорықпаңыздар. Білім бәрі бір білім. Былтыр жаңартылған бағдарлама тұсында мен айтатынмын. Ескі бағдарламада 2 қосылған 2 4, 100 жыл бұрын 2 қосылған 2 4 болатын, 100 жылдан кейін де 2 қосылған 2 4. Сондықтан білім өзгеріп кетпейді. ұбт-ның сұрағы өзгеріп кетсе де, басқа өзгеріп кетсе. Сондықтан фундаменталды біліміңізді күшейте беріңіз. Келесі жылы ұбт өзгеріп кетсе де, сіз жауап бере аласыз. Сондықтан оған бас қатырудың жөні жоқ. Қай пәннен бастаған дұрыс дейді? Алдыңғы дүниемде жауап бердім. Слипке сенуге туралы жауап бердім. Таңертеңгі слип әбеттегіліме дейді, келмейді. Слип келеді деп армандамай қойыңыздар. Так. Қазбілімді Ақтауда математикадан нашар үйретеді ғой, бір ағай берді дейді. Өтірік айтпаңыз, Ақтауда Ерғанат деген, Айтымбет деген өте бір мықты мамандар бар. Қазбілімде 5-6 жыл жұмыс істеп жүрген оқушылар, 45-тен 45 жинап жүрген мұғалімдар бар. Одан алаңдамаңыз. Ағар апелляцияда жеңілдіктің жолын айта аласыз ба? Айтпақшы, апелляция туралы айта кетейінші. Міндетті түрде сұрақты апелляцияға бер. Сәл ғана күмәндансаң апелляцияға бер. Сен апелляцияға берді екен деп, сіздің балыңызды ешкім тартып алмайды, құрметті түлектер. Сондықтан міндетті түрде апелляцияға беріп бет сұрақты. Сәл ғана күмәнданың болса, апелляцияға бере сал. Сіздің апелляцияға бергеніңіз үшін ешкім сізден бал тартпайды. Бір бал қосылып қалса, қайда жатыр? Бір бал көп нәрсені шешіп кетуі мүмкін. Өйткені грантқа түсудің балы 124 болса, бір бал апелляциядан алып, сіз 20-25 болып, емін еркін түсіп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан қорықпай апелляцияға бере салыңыздар. Дұрыс айтады. Наурыздан бері дайындалсам көп. Ағай, қазбілімде нұсқа талдаулар болды ма дейді. Міне, нұсқа талдау деген көкөс тұр мына жерде. Міне. Қазақстан тарихы нұсқа талдау, ағылшын пәнінен нұсқа талдау, қазақ тілден нұсқа талдау тұр, бәрін көріңіздер. Былтырғы жылғы нұсқа талдауды да көре беріңіздер. Былтырғы сұрақ биыл келмейді деген ешқашан жоқ. Баяғыда мен тапсырған кезде 2006 жылғы ұбт-тағы сұрақтар әлі жүр. Өйткені пән өзгеріп кеткен жоқ. Абылай 2006 жылда 1713 жыл туған, әлде 1713 жыл туылады. Абылай енді 5 ғасырдан кейін де 1713 жыл туылады. Ештем өзгеріп кетпейді. Синус 30 градус 2-ден 1 болатын. Баяғыда мен мектеп оқып жүргенде. Әлі синус 30 градус 2-ден 1. Сондықтан қай жылғы сұрақ демей істей беріңіздер. Ағай, қай пән таңдауға болады? Қай пән оңай дейді. Сіз білетін пән оңай, сіз білмейтін пән қиын. Жалпы оңай пән, қиын пән деген болмайды. Сен білетін дүние, білмейтін дүние деген болады. Сондықтан білу білмеуіңе байланысты. Өзің білетін пәнді таңдауға кеңес берем. Ағай, қазақ тілден қалай дайындалсақ болады дейді. Қазақ тілден қалай дайындалуға болады деген
эфирде тұр. Ойбай, бізде мына эфирді іздесең, құдай, бұл эфирдің ішінде не жоқ? Біраз нәрсе бар ғой. Қарасаң, мына трансляцияның ішінде, мына видеолардың ішінде біраз дүние бар. Мен тарихшы емеспін ғой, 1711 бола ма, 13 бола ма, бәрібір. Мен химикпін. Жаңалары шыға ма дейді. Шығады. Біз әлі 2 апта осы эфирде бірге тест талдайтын боламыз. Ұмытпаңыздар, сіздердің баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Ұлттық бірыңғай тестте жоғары балл жинауларыңа тілектеспін. Қазбілім Телеграм каналын, Қазбілімнің Инстаграмын, Қазбілімнің YouTube каналдарын қарайтып жүріңіздер. Сіздер туралы ең жақсы подкасттарды, ең жақсы кеңестерді видео қылып, жазбаша ақпараттарды салып жүретін боламыз. Міндетті түрде Қазбіліммен бірге болыңыздар. Сіздердің баршаларыңызға ұлттық бірыңғай тестте жоғары балл тілеймін, 140 тілеймін, 135 тілеймін. Бастысы балда емес, бастысы сен армандаған мамандықтың грантына жететіндей ұпай жинауда. Сондықтан баршаларыңызды өздерің армандаған университетке, өздерің армандаған мамандыққа, грантқа түсулеріңе шын жүректен тілектеспін. Сендермен бірге болған Аятжан Ахметжанұлы, Қазбілім жобаларының негізін қалаушы. Келесі эфирде кездескенше, қош, сау болыңыздар.